Сәлем достар, бүгін пиццаға арналған соустың оригинал рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызанағымызды турап, оның сыртқы қабығынан тазалап ашып аламыз. Осылай ашып алғаннан кейін қызанақтарымызды блендерге салып өткізіп аламыз. Осылай сұйық масса болып блендерден өтеді. Енді қызып тұрған табамызға май құйып, оливковое масло болмаса, қарапайым сұйық май қоссаңыздар да болады. Оның үстіне ұсақтап туралған сарымсағымызды қосамыз. Жақсылап қуырамыз қызартып. Енді чесногымыз қуырылғаннан кейін үстіне жаңағы блендерден өткізілген біздің сұйықтығымызды қосамыз. Оттың астын баяу қойып біртіндеп орташа отқа алмастырасыздар. Үздіксіз араластырып отырамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Одан кейін қызыл бұрыш болмаса паприканымызды қосамыз. Және де орегано деп аталатын специя бар, соны қосыңыздар. Бұл специя оригинал соусқа өте қажетті, сондықтан міндетті түрде осы специямен дайындап көріңіздер. Кез келген дүкендерде табылады. Міне осылай араластырып, үздіксіз шамамен 30 минут, 20 минуттың көлемінде араластырып пісіреміз. Оттың қызулығы орташа болуы тиіс. Біздің соусымыз осылай бұрқылдап қайнайды. Шамамен 25 минут өткеннен кейін астын өшіріп, суытуға қойып қоямыз. Соус дайын, өте дәмді, ешқандай қышқылтым дәмде жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Каналыма тіркеліп, поделиться етуді ұмытпаңыздар.